Ассаламуалейкум, қазақ халқы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналым аты Домбыра KZ деп аталады. Бұл каналда күйлерге, әндерге, термелерге, сосын тағы да саундтрек, сондайларға бейне сабақ жасалады. Бүгін біздің үйренетін шығармамыз біздің терме негізі. Терменің аты Сорлы ана деп аталады. Болмаса Сорлы анам. Ютубтан терсеңіздер көресіздер. Мен бір баланың орындағанын тыңдадым, сол нұсқасын үйретемін. Өйткені осы нұсқаны маған біздің тіркелімдегі подписчик жіберді маған, осы үйретіңізші деп. Сол өтініш бойынша сол неге бейне сабақ бүгін жасаймыз. Дәл сол бала ұқсап мен орындай алмаймын. Өйткені ол бала білімтір, әнші екені, дауысы бәрі керемет. Бірақ өзімнің сізге үйрететін нұсқамен бір тартып сіздерге көрсетемін. Қалай орындалады. Басы басталады кәдімгідей, ыңылдап басталады. Дәл Мейрамбек Беспаевтың туған жер әні сияқты былай. Деп басталады екен. Одан кейін кетеді сөздері. Мұны былай кетеді міне. Қайта-қайта жас толады көздеріме, діріл пайда болады сөздеріме, алайын мен қолыма таяғымды, басайын сілтеп қана аяғымды. Келіп мен енді бүгін алдарыңа, айтайын деп отырмын бар қайғымды, айтайын деп отырмын бар қайғымды деп соңғысы қайталанып созылады екен. Және осы әуен бүкіл куплетінде осылай айтыла береді. Енді біз бүгін осы жаңағыда термемізді жік-жіктеп, дұрыстап тұрып түсіндіріп сізге көрсетемін. Жалпы бір сабақтың ішінде бітіріп тастаймыз, оңай негізі. Қараңыздар. Ұстайсыздар, бірінші пернені ұстайсыздар. Қараңыздар, міне. Сосын басындағы бірден жаңағында вокализ деймін, сонымен бастайық. Ей дегеннен бастап, ей деп бірінші дыбыс кеткенде астыңғы екі, үстіңгі. Біз басын бастап аласыз бірінші. Қағыс былай болады. Кәдімгідей шертпе қағыс. Бір төмен, төмен жоғары, тағы төмен екі рет. Осылай бастасаңыздар болады әуелгеге. Негізі бір жерде орындайтын болсаңыздар, дәл оригиналдағыдай орындап қажет емес. Әрине, егер орындай салыңыз, орындаңыздар, тартып шертіп, бірақ жеңіл түрде көрсетіп атырмын сіздерге міне. Сосын екі рет осылай ойнағаннан кейін ашық жаңағында астыңғы бірінші пернеден басып тұрып. Кейін астыңғы екіге барады, үстіңгі төртке барады, төртінші пернеге. Былай ұстайсыздар да, сосын жаңағы бірінші ей деген еді. Міне, былай болады. Қанша созсаңыз өзіңіз білесіз. Жаңа әйді көп созасыз ба, қысқа созасыз ба, өзіңізге байланысты. Мысалы, көп созуға болады. Ей деп тұруға болады. Болмаса, ей деп бірден қысқартып тастауға болады. Мысалы, тарттыңыз, 2 мен 4 ұстадыңыз. Сосын, ей келесіне бірінші перне, үстінен екінші перне. Сосын, осы біткеннен кейін үсті бір ұстайды, параллель ұстайсыздар, бірмен бір. Дейсті, сосын үсті ашылады. Сөзін ашып қойын. Енді сөзіне келетін болсақ, сөзін мен жаққа ноутбукқа ашып қойдым. Өйткені қосымша телефон қоятын ештеңе жоқ. Сондықтан көзімен ноутбукқа қосып, сөзімен бірге сөзін айта отырып, қай жерде қалай тартылатынын түсіндіріп өтейін деген. Қараңыздар. Қайта-қайта жас толады көздеріме деген жер, Қайта-қайта жас толады көздеріме. Енді осы жерден үйренейік. Қараңыздар. Ұстайсыздар. Бірінші үстіңгі шегін шертесіздер. Міне. Қайта. Та уже екінші астыңғы шектің екінші пернесі барады. Үстің бірлет. Шертесіздер. Қайта деген. Қай деген сөзі. Сосын та, қайта. Таға келгеннен кейін тағы да бір қайта, осында қала береді. Қайта, қайта. Сосын бірінші пернені ұстайсыздар. Жас. Осында болады. Келеді осында. Қосқанда үстімен барлығымен бірге
қайта қайта жас келеді. Сосын арғай көздеріме ашасыздар. Көз, сосын бірінші перне ұстайсыздар. Деріме. Сонда бірінші жолы шықты. Қосқанда қайта қайта жас келеді көздеріме. Сосын осы көздеріме дегеннен кейін үстіндегі былайша айтқанда қалай айтады енді, мелизма дей ма, болмаса жаңа импровизация деп айтады. Айтыстағы сақта кейбір осындай нелер бар ғой, қозғалыстар, соны жасап жіберуге болады. Ол үшін мынаны үстіңгі екіні шертесіз, асты бірде тұра береді. Сосын бірді шертесіз, параллельно ұстайсыздар. Мынау төмен, мынау жоғары. Қағыс міне, төмен, жоғары, төмен екі рет. Сосын осылай болады. Әр жолды айтқаннан кейін сөйтіп шертіп тұрғы болады. Жас келеді көздеріме. Болмаса төмен жоғары, сосын төмен жоғары. Солай да шертіп болады. Әрі қарай екінші діріл пайда болады ау сөздеріме. Дәл сол әуен кетеді. Діріл пайда болады сөздеріме. Жасалды. Енді әрі қарай алайын мен қолыма таяғымды деген жер. Алайын мен қолыма таяғымды деген жер. Бұл бұла кетеді. Міне. Бірінші перне, 2, 4. Алайын мен деген сөзді. Алайын мен. Сосын барлығы төмен шертіледі міне. Алайын мен. 4-ке барғанда 2 рет шертесіздер, төмен. Сосын қолыма таяғымды. Қолыма, қол деген екінші перне, лыма 4-ке келесіздер. Қолыма, сосын сол 4-те қала бересіздер. Таяғымды қосқанда айтайын мен қолыма таяғымды. Осылай болады. Сосын әрі қарай басайын сілтеп қана аяғымды деген жер. Басайын сілтеп қана аяғымды. Бұл қалай? Бұлай болады, қараңыздар. Басайын, бірінші перне төмен, сосын екінші ұстайсыздар, 2 рет төмен шертесіздер. Басайын, сілтеп қана, қайрадан бірінші перне басасыздар, сілтеп қана. Бұған келесіде екінші пернені 3 рет шертесіздер. Біріншісінде бір төмен, 2 рет, сосын қайрадан мынау бірінші перне, сосын 3 рет. Басайын сілтеп қана. Сосын таяғымды деген жері ашастыр. Міне ашасты осылай. Аштық, сосын бірінші перне ұстайсыздар. 3 рет шертесіздер төмен, 3 рет. Басайын сілтеп қана таяғымды деген жері ғой. Басайын сілтеп қана таяғымды. Тағы да үсті кетеді, бағана импровизация. Осыны ойнап жүріп болады. Одан кейін келіп енді бүгін алдарыңа деген жері. Бұл осылай қайталап жүріп болады. Бұл үшін бірінші перне астынан, үстінен екінші перне. Бұлай ұстайсыз, бірге ұстайсыз, шерткенде. Төмен, сосын ашасыздар. Ашқанда 3 рет төмен шертесіз. Қосасыз міне. Ең оңай түрі осылай шертуге болады. Әйтпесе әртүрлі варианттар бар, әртүрлі импровизация жасауға болады. Бұл жерін шерткен кезде. Мен бірақ ең оңай түрін көрсетіп отырмын. Төмен жаңағындай шерттіңіз ғой бір рет. Төмен, сосын 3 рет астына. Соны 3 рет қайталайсыздар. Бұл келіп енді бүгін, қалайды? Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Өшере. Қосқанда келіп мен енді бүгін алдарыңа. Болмаса, мынау кезін бұлай қысқартып жіберуге болады мені.
келіп мен енді бүгін, міне бүгін деген жері бір төмен, сосын жоғары. Бір төмен, төмен қақандан қағаз, сосын ашасы тағы төмен. Бүгін деген жері. Яғни екі ақ буын. Бүгін, сосын алдарыңа деген жері бағанағы мынаны ұстап, сосын екі рет төмен. Алдарыңа. То есть мынаны басып, үш рет төмен деген жері. Тағы да көрсетем. Келіп мен енді бүгін, міне бүгін деген өне. Бүгін, сосын алдарыңа қосқанда келіп мен енді бүгін алдарыңа, келіп мен енді бүгін алдарыңа. Қосқанда тағы да қосамын. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Өте қиын жер. Көрдіңіз бе, мен өзім шатасып отырмын. Тағы да көрсетемін. Асықпай көрсетемін. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Қосқанда, тез қосқанда, келіп мен енді бүгін алдарыңа. Осылай болады. Одан кейін айтайын деп отырмын бар қайғымды деген жері. Айтайын деп отырмын бар қайғымды. Бұл қалай? Айтайын. Мынаны бірінші пернен параллельно ұстайсыздар. Бір төмен, сосын үстіңгі екінші пернен ұстап, төмен екі рет шертесіздер. Қосқанда айтайын деп, тіпті үш рет шертесіздер төмен. Тағы көрсетем, бірді параллельно ұстаймыз, төмен шертеміз. Айтайын деп, міне, мынаған келгенде төмен үш рет шерттік. Айтайын деп, сосын қайрадан мына шертесіздер төмен. Отырмын мен, тағы да сол қайталанады. Мынау төмен бір рет, үш рет мында. Отырмын деп, отырмын, міне, қосқанда айтайын деп отырмын бар. Мынаған бар мен аяқтайсыздар. Бар қайғымды деген жері үсті бір рет, асты бірінші перне, үсті ашық тұрады. Қай осылай болады, сосын үсті жабылады. Ғымды қосқанда айтайын деп отырмын бар қайғымды. Міне осылай. Одан кейін осы айтайын деп сөзі қайталанады, бірақ басқа өрімге кетеді. Айтайын деп отырмын бар қайғымды деп жаңағыны жоғарғы созып айтылады жерді. Айтайын деп, бұл қалай? Міне бірінші бұлай, астын бірінші перне ұстайсыздар, төмен, бұлай ұстайсыздар. Мынадан бастайсыздар. То есть шатасып кеттім, мынадан бастайсыздар. Параллельно бірді ұстайсыздар. Мынаған келесіздер. Бірінші деген сөз мынау көз. Сосын екінші саусақпен үстіңгі екінші перне ұстаймыз. Төмен, бұл да төмен. Қосқанда айтайын деп отырмын бар. Мынау екі түсінікті болған шығар, мынау төмен, сосын төмен екі рет. Төмен екі рет қағасыздар, сосын мынандай қағаш жасайсыздар. Төмен, жоғары, төмен. Мынандай, секіртпелі. Қосқанда айтайын деп отырмын, міне. Айтайын деп отырмын, міне. Екі рет төмен шерттіңіз, одан қосамыз. Айтайын деп отырмын. Сосын бар қайғымды деген жері, мынау. Бар қайғымды. Мынаны ұстайсыздар, екеуін, астынан бір, үстінен екі. Бар. Сосын ашасыздар, қай деген жері. Сосын мынаны ұстайсыздар. Қымды. Айтайын деп отырмын бар қайғымды деп созылып кетеді. Енді осы жерге дейін ақырын мен өзім басынан бастап сіздерге және үйреткенімді ойнай тұра өзімді қосылып айтып көрейін. Сіздерде бақылап отырыңыздар. Қараңыздар. Жаңа басында вокализ айтпай қойын, бірден негізгі әуені кетейік. Қайта жас толады көздеріме. Сосын жаңа әуен қайталанады. Діріл пайда болады сөздеріме. Алайын мен қолыма таяғымды.
басайын сілтеп қана аяғымды. Одан кейін келімен енді бүгін алдар бағана қиын жері имені. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Тағы да көрсетем осы жерін, қарады. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Қолымды қараңыздар. Келіп мен енді бүгін ашасыздар алдарыңа. Айтайын деп отырмын бар қайғымды. Сосын қайталанады. Айтайын деп отырмын бар қайғымды. Деп 3 рет қағып жіберіп болады. Ол қалай қалады? Төмен, мына ұстай. Төмен оққанда мына астынан 1 үстін 2. Сосын мына ұстайсыздар. Төмен жоғары кетеді. Сосын ашасыздар. Төмен 2 рет қағады. Ашқанда асты бірде қалады, үсті ашылық, соны төмен 2 рет қалады. Бұл, егер қосатын болсаңыздар, онда 3 қағыз жіберіп тастауға болады. Төмен бітіресіздер, жоғары, тағы да төмен. Деп осылай ойнауға болады. Яғни осы әуен бүкіл шумақтарында ойналады. Әнді мен бүгін ғана қарадым өзім. Шыны керек, дұрыстап тұрып өзім қарадым. Өйткені маған жіберді қашан, осыны кешім алды күні солай жіберді маған әнді. Мен бір рет тыңдап шықтым, бірақ үйретуге, қарауға өзім ойнауға нетпедім. Одан кейін бүгін қарап, кәдімгідей әуенін тыңдап, түсініп алдым қалай ойналатын. Сосын мүмкін кейбір жерде шатасып жатқанымда өзім әуенін толық әлі білмегендіктен болуы мүмкін. Бірақ жаңағы соңғы үйреткен жерімде ең қиын жері келіп мен енді бүгін алдарыңа деген жерін міндетті түрде сол жерін асықпай қараңыздар міне. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Осылай шертіледі. Тағы да көрсетемін міне. Келіп мен сөзін қарап алайыншы кәне. Келіп мен енді бүгін алдарыңа. Осылай. Сосын айтайын деп отырмын бар қайғымды, айтайын деп отырмын бар қайғымды деп әрі қарай айтылып кетеді. Бүкіл шумақ солай осы әуенмен айтылады. Болды, мен ойлаймын осы сабағым түсінікті деп ойлаймын. Үйренетін адамдарға нағыз керемет терме. Егер үйренемін десеңіздер, үйреніп алыңыздар осы термені. Керемет терме. Қай кезде болса да осы термені айтып жүруге болады. Жақсы, каналыма тіркеліп өтіңіздер, айтпақшы, соны айтпаппын ғой. Каналыма тіркеліңіздер, әлі қаншама термелер болады, күйлер болады, әндер, саундтректер болады. Алла жазса барлығына сабақ жазуға тырысамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, денсаулығымыз мықты болсын. Ассаламу алейкум.